Абайдың 23 қара сөзі. Осы біздің қазақта оңдырмай жүрген бір қуаныш және де бір жұбаныш бар. Оның қуанышы, осы адамдар елдің арасынан бір жаман адамды тауып алып, үйіне барып өсектеп отырады. Құдай пәленшеден сақтасын, о да адаммын деп жүр ғой, оның алдында мен сәулелі және де таза, ақ ниетті адам емеспін бе деп отырады. Оған Құдай, сен осы пәленшеден сәулелі, таза адамсың деп пе, немесе сен осы пәленшеден таза болып жүруің керек, ал бұл жаман болып жүру керек деп айтқан ба? Әйтеуір адамдар бір-бірін естіп өсектеп, әйтеуір осыдан артықпын деп өзін ойлайды. Бұл қазақтың қуанышы. Ал жұбанышы, адамдар осы дүниені қуып, халықтан қалмайды. Әрине бұл дұрыс, бірақ та кейбір адамдар ойлайтыны мынау: жұрттан қалсам кейін сендерге жетіп алам. Ой, қалып қалсам бір рет қана қалдым ғой, сендерге әлі жетіп ағалам. Мен бұдан да керемет нәрсеге қылам дейді. Құдай оған, сен одан алда, сол халықтан қала бер, себебі сен олардан әлі неғып кетесің, андай оларды осып кетіп бір орын алда тұрасың деп пе? Әйтеуір біздің қазақ осылайынан бір-бірін артық көреді.